Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек мереке, береке болсын. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме 2013 жылдары полициядан қашып, зектің тілімен айтқанда побег, 1,5 жылға жуық Түркістан қаласының маңындағы дарияға барып, дарияның жанында қалың өскен, ну тоғайда бой тасалаған азамат жөнінде болғалы тұр. Жарқынбай оңтүстікке аты мәшһүр, ер жүрек, айтқанынан қайтпайтын, азамат ретінде танымал, және қорқу дегенді білмейтін, ештеңкеден үркіп саспайтын, салқын қанды адам болатын. 2013 жылы Жарқынбай бір коммерсанттарға ақша грузит етіп, олар полицияға секіріп кетеді. Жарқынбайды полициядағы таныстары: сен кездесуге барма, сені полицияға заявить етіп қойды деп ескертіп қояды. Жарқынбай ендігі жерде Шымкент қаласында жүрсе, қолға түсетінін біліп, ол өзі әбден әккі жігіт еді. Дереу бір ескі мерседесті мініп, үстіне өте жұпыны киім киіп, Түркістан қаласына қарай жол тартып кетеді. Ол уақытта Түркістан әлі бұндай үлкен қала емес еді. Дей тұрғаныменен бой тасалауға болады. Түркістан қаласына келе салып, өзінің бұрынғы таныстары Мақсат, Қуаныш, Әбеке деген кісілерге жолығып, болған жайттың бәрін баяндап береді. Әбеке дереу Жарқынбайға Түркістанда көп жүрудің өзі оған қауіпті екенін ескертіп, теміржол вокзалында, полицияхананың алдында және көп қалтарыстарда розыскі деп, сенің суретіңді іліп қойыпты деп, мән жайдың бәрін ақтарып салады. Ендігі жердегі бір амал дарияға кетіп, дарияны паналау. Дарияның жанына қалың өскен тоғай ағаштар, тура іздеп бармасаңыз көзге түспейсіз. Сондықтан Жарқынбайға көрпе төсек, ауыз су, біраз тағамдар беріп, Әбекеңнің өзі бастап дарияға апарып, дәл осы жерде біз келіп тоқтағанда, сен ар жағынан байқап жүріп, біз келіп машинадан түскен соң ғана бізге қарай жақындайсың. Кім біледі, құлақ деген көп қазір. Ал енді бауырым деп қоштасар сәтте қос ауызды мылтық, 10 шақты оғыменен азын-аулақ ас-ауқат сусындарын қалдырып, Жарқынбайменен қошайтысып, Әбекең Түркістанға қайтып кетеді. Жарқынбай өмірі дырду-дырдудың ішінде жүрген адам, жалғыздыққа бойын үйрете алмай, дарияны біраз жағалап жүріп, бір оңтайлау жерден орын дайындап, Әбекеңдер беріп кеткен төсегішті төсеп, үстіне жамыл деп берген жамылғыны бүктеп, басына жастық қылып, әбден шаршағандікі болар, қалғып кетеді. Сол қалғағаннан шибөрлердің жақын таяу маңнан шиқылдағанын естіп оянып кетеді. Көзін ашып қараса, айналаны қараңғылық баса бастапты. Тура шибөрлердің шиқылдап, қиқылдап, кешке жемтігін аулайтын уақыттары болыпты. Дереу мылтығын қолына алып, оқтап, жанында тұрған бір ағашқа тіреп қояды. Бір уақытта қасқырдың ұлығаны естіледі. Қасқыр ұлыған сәтте шибөрлердің үндері шықпай жоғалып кетеді. Дарияның жанына келіп тұрып, сарқырап ағып жатқан судың үнін тыңдап, сарынын тыңдап, біраз уақыт тұрады. Жалғыздық Аллаға ғана жарасады демекші, жалғыз өзі уақытта өтпей кетеді. Міне Жарқынбайдың дарияны паналаған уақытына да бір жұма болып қапты. Дәл осы оймен тұрғанда, тура кездесетін жерге ақ BMW автокөлігі келеді. Жарқынбай ақырын қалыңның ішінен сығалап қараса, машинадан түсіп жатқан Әбекеңді көреді. Өзіміз екен ғой деп машинаға жақындайды. Әбекең амандасып, саулық сұрасып болғаннан соң, Жарқынбай сені қатты іздеп жатыр. Сен енді өте сақ бол. Мен осылай өн бойы хабарыңды алып тұрамын. Біраз уақыт тұрғаннан соң, ас-ауқат, ішетін сусынын, тағы басқа керек жарақтың бәрін әкеліп, Жарқынбайға табыстап, ал жақсы бауырым деп
Түркістанға тартып қалады. Жарқынбай дәл осылай Дарияны тасалап жүргенде қара күзде келіп жетеді. Бір күні Жарқынбай өзіне кездесуге келген әбекелердің машинасына мініп, Түркістанға келіп, өзі мініп келген ескі Мерседесті мініп алып, бала шағама барып қайтайын деп, Шымкентке қарай жол жүріп кетеді. Әбекеңнің барма қауіпті дегеніне, пешене дегені көремін деп айтқан бетінен қайтпайды. Не керек, Жарқынбай Шымкент қаласының дәл ортасындағы зәулім сарайдай үйіне кеш жетіп келеді. Жарқынбайдың үйі салынған жерде қарама қарсы бетте Евро базар деген үлкен базар бар. Сол базар жақта мұқият шалып, өзінің үй жағында мұқият қарайды. Дәл осы кезде Жарқынбайды аңдып жүрген оперлар ай қайтамыз-ау деп көліктеріне отырып, Евро базар жақтан көліктерін айдап шыққанда, Жарқынбайдың есік алдына келіп, тоқтаған ескі Мерседесті көреді. Алғашқыда Жарқынбай бұндай машинаға мінбейді ғой деп, көліктерінің жылдамдатқышын қосып, қатты жүре бергенде, біреусі ойбай мынау Жарқынбай ғой, үйіне кіріп бара жатыр деп, алдында отырғандарға, яғни рөлде және жанында отырған оперға бар даусымен айқайлап есіртеді. Дереу көлікті шорт бұрып, рацияларыменен, ол уақытта телефон деген сотовый әр адамның қалтасында жүретін, дереу жан-жаққа звондап хабарласып, мобильный группаны шақыртады. Жарқынбай үйге кіріп, екінші қабатқа көтеріле бергенде, ұлы алдынан шығып, құшақтап әкесімен амандасады. Дәл осы кезде екінші қабаттан анық көрінеді 3-4 полиция көлігінің келіп тоқтағанын. Жарқынбай, балам басқа түскенді көрермін, мен енді өзім сыртқа шығып берілмесем болмас дейді. Сол кезде ұлы, жоқ әке, олай жасамаңыз, мен қазір оларды атқылап, назарларын басқа жаққа аударғанда, сіз арттағы есікпен шығып кетіңіз дейді. Не керек, ұрыста тұрыс бар ма? Жарқынбайдың баласы қолындағы 5 атарыменен полицияға қарай оқ жаудырады. Полиция дауыс шығарғышпен айқайлап, бұл әрекеттерінен түк шықпайды, жазаларың ауырлайды деп ескерту жасайды. Осы сәтті пайдаланып, Жарқынбай артқы есіктен шыға бергенде, алдынан 3 опер қарсы келеді. Жарқынбайдың соққысы өте ауыр болатын. Бір соққысын тегізсе, соққы алған адам ес-түсінен танып қалатын. Және мектепте жүргенде күреспенен айналысып, ауылда көкпар тартқан нағыз шабандоз еді. Алғашқы жүгіріп келе берген оперді бір ұрып, етбетінен түсіреді. Екінші опер келе бергенде, жүгіріп келе берген оперді қолын өткізіп жіберіп, белге өтіп кетіп, шалқая артқа лақтырып жібереді. Үшінші опер келіп, Жарқынбай, тоқта, біз сені бәрібір жібермейміз, сен құтыла алмайсың. Осы аудандағы, турасын айтқанда, шағын аудан, бәрі қоршауда. Бізден сытылып шықсаң да, қалғандардан өте алмайсың дейді. Жарқынбай, шешінген судан тайынбас деген емес пе? Үшінші оперді да жетіп келіп, сол қолымен бір, оң қолымен бір ұрып, қиялау жер болатын, жүгіріп шығамын дегенде, аяғы тайып кетіп, сүрініп құлайды. Дәл осы кезде 10 шақты оперлар келіп, жатқан жерінен, үстінен басып, қолына кісен кигізіп, Жарқынбайды алып кетеді. Артынан ұлында ұстап, оны да полицияханаға алып келеді. Сол жерде Жарқынбай, болды, мені ұстадыңдар ғой, баламды жіберіңдер дейді. Әлгі оперлар, балаң заң алдында жауап береді, суық қару заңсыз сақтап, және органның адамдарына оқ атқаны үшін жазасын тартады дейді. Бірақ Жарқынбай оңтүстікте сөзі өте өтімді адам болатын. Ол да сол жерден полициялардың ішінде бір-бірін көре алмайтындары көп қой. Біреусі сотовый телефон әкеліп беріп, Жарқынбай дереу жоғарыдағы адамдарға звондап үлгереді. Арада көп уақыт өтпей, үлкен шенді адамдар келіп, Жарқынбайдың баласын полицияханадан шығарып алып кетеді. Ал Жарқынбайды Шымкент қаласындағы Сәуле шағын ауданында орналасқан тергеу изоляторына әкеліп қамайды. Жарқынбай да мықтылық танытып, түрмеден 6 ай отырып, бостандыққа шығады. Міне, қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп
қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші одай қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қарыштай берсін. Сіздер менен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.